Рахат-ай. Рахат демекші Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Рахат ауылдық округінде жүрміз. Армысыздар ағайын. Жетісу арнасының эфирінде ауылдағы ағайын хабары. Жан-жағын тау қоршаған Рахат ауылының табиғаты керемет екен. Өзеннің де атауы Рахат, бастауын Алатаудан алады. Бұл ауылға қарасты 4 ауыл бар. Сарқырап аққан өзені, жап-жасыл дала, гүлденген әлем, хаттарда жазатындай. Рахаттан сәлем. Мен қазір ауыл сыртындағы малшылардың жанында жүрмін. Ағалармен әңгімелесіп, ауылдың бүгінгі тұрмыс тіршілігін білейік. Рахат ауылына арналған хабарымызды осылай қаладан келіп, даладан бастағанды жөн көрдік. Рахат ауылы, халық саны 24245 адам. Жер көлемі 4200 гектар. Мал және егін шаруашылығымен айналысады. Аға! Сиыр бағып жүр. Мынандай таза ауада, осындай табиғаттың ортасында мал баққанның өзі де бақыт. Ағам амандасайын. Ассаламағалейкум. Ассалам. Келіңіз бері қарай. Атыңыз үрікпей ма? Үрікпейді. Қалыңыз қалай? Жақсы. Жетісу телеарнасы, ауылдағы ағайын хабар. Мал бағып жүрсіз? Мен бағып attım. Өзіңіз қай ауылдансыз? Рахат ауылы осы. Рахаттан? Рахаттан. Мынау не, қоспа ма? Жоқ, қоспа малдар ғой, жар жақтан жинаған малдар. Өз малдарымыз, жан жақтан жинаған малдар ғой. Қанша жыл болды мал бағып жүргеніңізге? 40 жыл болды. 40 жыл? Қалай төлейді? Қалай төлейді? Мал басына төлей ма? Мал басына енді төлейді ғой. Тауларыңыз әдемі екен? Тау әдемі ғой, бағатын жер жоқ қой. Неге? Міне, алақандай жер кешке. Ой, мына жердің бәріне бақпайсыз ба? Жап-жасыл болып жатыр. Болмайды ғой, бәрі сатылып кеткен жер, қаққа бағамыз, бәрі сатылып кеткен, бәрін сатып кеткен жер, қалай бағамыз? Міне, бағам өршек, алаққан жерге иреміз міне. Күнделікті осы жердесіз? Күнделікті осы жердеміз міне. Әкімдер айтады кезінде, ой, бақ, жердің бәрі сатылмаған жер, қақта сатылмаған жер міне, бәрі сатып болды міне, бәрі біткен жер міне. Анаяққа барсақ қолайды, беқара лесінтір қолайды. Осы жерге иреміз міне кешке дейін міне. Қанша сиыр бар мұнда? Мұнда 100 сиыр бар. 100 сиыр? 100 сиыр бар. Ауылдағы бір келеңсіз жағдайы осы. Былай қарасаңыз, ем байтақ дала сияқты. Бірақ оның әрқайсының өзінің иесі бар, естіп тұрсыздар. Ағам тіпті бағатын жер жоқ дейді. Бағатын жер жоқ міне. Ондай да болады екен. Ағам, мынау енді әр жердің өздерінің атаулары болады ғой, мына төбелердің, таулардың атауы бар ма? Иә, таулардың атауы енді мынау үлкен төбе дейді, ұшан төбе дейді мына төбе. Ал енді мына төбе бұрынғы шапсыз кездегі ұлан төбе деген төбе екен мынау төбелер. Шапсыз келгенде төбе екен мынау. Ата бабамыздың тұрған жерінде төбелер екен. Ана ар жағы ше мынау? Ар жағы анау орталық төбе дейді енді. Шапсыз кезде болған төбелер ғой енді кезінде. Қыпшақпенен шайқасқан төбелер ғой, шайқас. Сақтарға мекен болған? Шайқасқа мекен болған төбелер ғой сол. Сондай төбелер енді. Бұның тарихын білесіз бе? Енді оның тарихын білемін. Сіздің есіміңіз кім? Бердіқожа. Бердіқожа. Анау мал баққан төбелерді, қыстауларды сол жаңа малшылардың атымен атап жататын еді ғой? Бердіқожаның төбесі деген бір төбе пайда болсын аға тарихқа. Мына сіздің жаңағы жан айқайыңызға құлақ тұрып, осы жердегі жердің бәрін жайылымға берсін. Аумин. Аға, енді сіз бізбен бірге жүріп, ана тауларыңызды таныстырмайсыз ба? Мен малыма қарайын енді. Өзің атымды берейін, өзің қарақ келейін. Атыңызды бересіз бе? Берем. Асау емес пе? Асау емес, жүз асау. Жақсы, жарайды. Қазақтың кеңдігі қонақжайлығы осы ғой. Астындағы атын түсіп беріп, алыстан құдайы қонақпын деп келген қонаққа тәуір атын сойып беріп, жауыр атымен қалатын қазақтың дархандығы. Аумин. Ал. Қалай, не тоқымда дұрыс емес білмеді. Бісміллә. Жарайды, оның бәрі білмеді енді. Ештеңе етпейді аға. Тоқымның бәрі жөндеп біледі енді. Ал енді мен бір жарты сағат, бір сағаттарда келем аға. Бопты. Келе ғой. Жақсы. Рахмет. Мынаны ұрасың қамшы берейін. Әкеліңіз, ала салайын. Қамшысы қолында болмаған жігіт емес деген бір мақал шығарып қой. Бәрін білгенде жарайды аға. Осыған да рахмет. Иә, дұрыс. Ал ағайын, менімен бірге Рахат ауылының іргесінен орын тепкен мына бір төбелерді, тарихи мекенді бірге аралап қайтайық.
қой жатыр. Демек қойшы бар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, аманшылық. Мал бағып жүрсіздер ме? Иә. Өзің қайдан жүрген жігітсің? Қонақ болып келіп қалдық. Жетісу телеарнасы. Ауылдағы ағайын хабары. Иә. Ар жақта жүрген Бердіқожа атамыздың атын сұрап, мына тауларыңызды, төбелеріңізді айналып қайтайық деп. Иә, иә. Бұл Есік қаласының өңірі өзі қазба байлыққа бай жер ғой. Иә. Не бар аға, төбелеріңізді таныстырсаңыз, таныстыратын адам таппай келе жатырмын. Төбедесін таныстырамыз. Аха. Өз жерді білеміз. Өз жерде туып өскен адамдарымыз. Есіміңіз? Есім Дәкенай. Жақсы Дәкенай. Мына Рахат, Қайназар ауылдарының тумасымын өзі. Түгелде танимын, тарихын білемін. Бұл тарихы орын өзі. Мынау көрініп тұрған ана бейіттің мына жағының барлығы бұрынғы ескі қала деп айтады енді. Ал енді мына жердің өзі мына қаланың орны дейді. Қазбасын жүргізді. Алдымызда қазылып жатқанның бәрі сол қазба ғой? Жүріңіз жандырақ барайық. Қазып мына жердің барлығын жаңағы шұқыр кәдімгідей 3-4 метр қазып астынан жаңағы бір заттар алған екен. Бұрынғы қазан табылыпты, кәушін табылыпты, осы сияқты жаңағы байлықтар табылған ғой. Байлықтар бұрынғы ескі дүниелер ғой. Бұл анау сақ заманынан бері келе жатқан. Бұл сақ заманы, гүл заманы мекен, тура сол көздегі осы жерде қаланың орны болған, бұл жерде басқарушылар отырған деген жаңағы сөз бар. Мінекі қазып артынан көміп кетеді екен ғой. Қайтадан жер, мына мал түспесін деп көмген ғой. Айтпаса чұқыр қазып тастаған ғой бұл жерде 2-3 метрдей. Ыдыс-аяқ. Ыдыс-аяқ. Өздеріңіз куә болдыңыздар ма? Не шықты бұл жерден? Бұл жерден сол анау бұрынғы пеш дейді ғой. Бір балық сатын. Сол пеш табылды. Соңы құмыралар шықты, соңы қола дейді ғой. Сақиналар шықты, қола. Өзіңіз болдыңыз ба арасында команданың? Иә. Команда сол өзім балалар әкеп, сол осы кісілермен сол жұмыс істедік. Қазуға көмектескен ғой, қазуға көмектескен. Аға, ауыл адамдары осы бір төбені 4-бұрыштау дейді екен. Не себепті? Ол 4-бұрыштауыңыз қайсысы? Міне 4-бұрыштау, мына үсті шықпас көріңіз. Жүріңіз. 4-бұрыштау деген ол мұның үсті төбесі жап-жазық. Кәдім қолмен қазып, бұл үшкір төбе болған болу керек. Қазып жаңағы осы жерге бір орындайынданған көрінеді. Жиналысы ашылған бекен. Жоқ, жаңағы мінекі көрдіңіз бе? Үстінің бәрі дөп түзу. Мына яғының барлығы бір қолмен қазып орнатқан сияқты. Мына ар жағында бұрышында да көреміз. Мінекі осындай жердің. Мына төбеден ауылдарыңыз алақандағыдай көрінеді екен? Алақандағыдай көрінеді. Міне ана кішкене бұлай жүр. Ана жерде осы тамаша. Ауыл халқы негізінен мал шаруашылығы ма? Ауыл халқы мал шаруашылығымен егінмен айланысады. Жер байлығы жақсы бұл жерде, құнарлы, барлық жеміс-жидектің түрлері өседі. Бұл жерде бар жаңағы адегенде артел болған екен, одан кейін колхоз болды. Колхоз Ильич атындағы колхоз деген колхоз болды. Ал енді ол колхоз жаңағы осы аудан бойынша жаңа үлгілі колхоз, атақты колхоз болды. Бұл колхоз мына Есікті менен Талғардың екеуінің ортасында 20 километр жерді алып атқан колхоз. Бұл бір 4,5 мыңға дейін гектар жері бар. 4 ауыл мекендейді. Мына өрікті дейді, анау көрініп тұрған өрік Есіктің бер жағы. Мынау Рахат. Ар жағында Қайназар деген ауыл бар. Ар жағында мына Талғардың түбінде Азат деген ауыл бар. Мына Рахат ауылы, мінекей Рахат десе Рахат. Мына қазақта сөз бар ғой. Жер үйік деген. Мына нағыз жер үйік осы Рахат ауылында мінекей. Мінекей тауын қарасаңыз, мінекей қарап тұрыңыз, неше түрлі жеміс өседі. Алмасы бар, өрігі бар, доланасы бар, қарақаты бар. Мінекей осындай жер үйікте тұрамыз біз. Керемет. Масасы қалай? Ой, маса деген болмайды. Маса жоқ па? Маса болмайды. Бұл жерде маса, чывын деген болмайды. Бұл жерде. Ал маса анау қара жолдың ар жағында сол жақта болатын шығар, бұл жерде маса. Бұл жер үйік деп отырғатың ғой. Жер үйік десе жер үйік. Әдемі екен. Үлкен рахмет аға. Тарихын айтып жатырсыз. Осындай. Жергілікті жерге қатысты барлық әңгімені айтып жатырсыз. Енді біз ауылдың ішіне кірейік, ауылдарыңызбен танысайық. Қандай қызықтары бар екен, жақсылықтары бар екен.
Жолға шығайық онда. Иә, Үлкен дұрыс, рахмет. Дұрыс, дұрыс. Атамның да атын апарып берейін. Иә. Уақытша сұрап кетіп едім. Ана жақта қой мал бағады ол. Аха. Қағаздан жасалған Рахат ауылы маған ұнады. Табиғаты керемет. Таудың етегінде мынандай сарқырап аққан сулары бар. Ауылды жерде ойнап жүргенде өзіміз қағаздан өстіп қайық жасап алып, арыққа қоя беріп арманымызды айтып, сол қайықтың артынан қай жерге дейін барады, сол жерге дейін еріп жүретін едік. Қазір ауыл балалары мұндай қайықты білмейтін де шығар. Қоңыр тірлік, қарапайым өмір, ауыл қашанда кеңдікті, қонақжайлықты үйретеді біздерге. Менің қайық жасап суға жібергенімді көріп, жаныма кішкентай ауыл балапандар да жиналып жатыр. Сәлеметсіңдер ме деп амандаспаймыз ба? Сәлеметсіз ба? Қалдарың қалай? Жақсы. Не істеп жүрсіңдер? Ойнап жүрміз. Мамаларың, папаларың қайда? Жұмыста. Әкел, мен сенің шашыңды бұлып берейін. Өзімнің 2 қызым бар. Іс сапарда жүріп, қыздарымды да сағынып қалдым. Неше оқисыңдар? Мектепте оқисыңдар ма? Бірінші. 1-ші сынып? Аттарың кім? Аяна. Аяна, Айша. Айша, Азада. Айзада. Ой, қандай күшті. Есімдерің. Абайла, құлап қалма. Алты. Не ойнап жүрсіңдер? Болды, кәне маған қара. О, әдемі болдың. Үлкен қыз болыңдар. Сәлем. Аман болыңдар. Менің оң жағымда қоршалған, жанында ескерткіш тақтасы бар. Бір нысан тұр. Ол да тегін емес шығар. Рахат ауылының дәл ортасында тұрған. Бұл ескерткіш тақта кімдерге, не үшін қойылған тарихын сұрайық. Ауыл азаматы да отыр екен. Ішіне кіріп бірге білейік. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ауылдағы ағайын хабары Жетісу арнасы. Есімім Айбек болады. Жақсы, өте керемет. Бүгін сіздердің ауылдарыңызды аралап, тұрмыс тіршілігімен танысып жүрміз. Керемет. Ауылдарыңыз өте керемет. Көктемгі уақытта тіпті құлпырып кетеді екен. Жан-жақтың бәрі гүлдеп. Тауларыңыз, жоталарыңыз қандай әдемі. Анау енді біздің ауылдың ескерткіші. Өзіміздің қазақ жерінде өткен қазақ жұтының болған соның құрбандарына салған ескерткішіміз. 32-ші жылдары ма? Иә. Шамамен бір айтқанда 70-80 адамның сүйегі жатыр бұл жерде. Ашаршылықтан әбден қиыншылық көріп, ашаршылықтың кесірінен осында қанша қазақ қырылып, осында қазақ жатыр. Осы қаланың жігіттері қауымдастық осында келіп мешіт саламыз деген. Негізі трактормен планировка жасап түзеген кезде сол жерде соны бастап жатқан жігіттер 28 мешок, 28 қап сынған сүйекті жинаған екен. Ол сүйекті барып біздің таудың мүрдесіне барып апарып көмген. Енді мына трактор соны жасаған тракторист айтады екен да, тракторым жүреді, тұрып сынып қалады, жүреді, сынып қалады, жасайым, қайтадан сынып қалады. Жүрмейді трактор, жүрмей ғой. Белгі беріп тұр ғой. Белгі беріп тұр. Енді мына аруақтар белгісін беріп тұр ғой. Содан айтады, шығып, енді тракторым жасап атқан кезде өзім жасап атқан кілтіммен өзім қолым шауып жібердім дейді. Содан уже мен өзімде түсіндім дейді ол тракторшы жігіт. Мен өзімде түсіндім, бұл жерге салуға болмайтын. Біз деген болмайтын нәрсені жасап атырмыз. Аллаға қарсы істі істеп атқанымызды. Содан тракторымды, ай бол деп тракторымды завод етіп шығып кетем деген кезде тракторым өзінен өзі завод етіліп, бұзылып тұрған трактор өзінен өзі жүріп от алып кетті дейді. Сондай бұл енді қасиетті же. Негізі бұны салған кезде Мақаш Тәтімов біздің Қазақстанның ең бірінші демографы, біздің академик, әйгілі кісі, өзі қоғам қайраткері болған марқұм. Сол кісі өтіп бара жатып, бізге тоқтап, батасын беріп, сол кісінің батасын алғанбыз.
сол кісі айтқан ең Қазақстанда бірінші салынып жатқан осы қазақтың осындай жұтына арналған ескерткіш тек қана осы Рахат ауылында бірінші басталды. Бірінші бастама деп сол кісі өте қуанып кітап жазам деп сөйтіп жүрген кісі болған. Өлі риза болмай, тірі баймайды деген сөз бар. Бұл белгі тасты қоймасаңыздар, бәлкім бізде байқамай өтіп кететін едік бұл тарихи жерден. Үлкен рахмет. Жан-жақты бәрін айтып бергеніңізге. Аман болыңыздар. Сіздерге де көп рахмет. Ауылдарыңыз Көңіл бөліп келгендеріңізге. Біз қарай сіздердің ауылдарыңызды аралайық. Жақсы. Жақсы, рахмет. Аман сау болыңыздар. Шынымен ағайын, қазақ көрмеген тарихта қасірет азба. Кешегі 32-ші жылдар ашаршылық кезі құрбандары жатыр. 37-де қазақтың маңдай алды барлық азаматтарын қырып салған сол саяси кезеңнің құрбандары көп. Одан бергі тарихтардың бәрін мен айтпай-ақ көзі қарақты көрермен өздеріңіз жақсы білесіздер. Қазақ аман болсын, ауылдың берекесі кетпесін. Рахат ауылдық округіне қарасты Қайназар ауылының керемет мынандай бір көшесінде жүрміз. Тіпті мына сырттағы қоршауларының сыртына салынған қазақ оюларынан көріп, бұл үйде қазақ қолөнерімен айналысып жатқан адамның бар екен бірден білуге болады. Сенбі Әбілқасым есімді ағамыз тұрады екен бұл үйде. Азаттықта алған заманда қазақты жоғалтып алмайық деген ниеті болса керек. Ол кісі қазақтың, кешегі көшпелі қазақтың баспанасы болған өзіміздің кәдімгі 6 қанатты, 8 қанатты, 12-16 қанатты киіз үйлерді жасайды екен. Барлық процесс осы жерде өтетін сияқты. Мен байқап тұрмын қазір ар жақта жасау жұмыстары, я болмаса бір жаққа дайындалып жатқансында ағамыздың өзімен барып сұхбаттасайық, сөйлесейік. Әрбір ауылда бұндай қолөнершілер кездесе бермейді әрине. Себебі қазіргі уақытта қазақтың киіз үйіне деген сұраныстың қаншалықты екенін мен білмедім. Оң жақты қарасаңыздар, қазақтың шаңырағы тастан мынандай бір әдемі сұлба жасап қойған екен. Қырғауылдар, бұның бәрі осы қолөнершілердің қолынан шыққан дүние. Ал мен сол жағымда киіз үй іспеттес үлкен бір нысан тұр. Бұның да тарихын сұраймыз. Ассаламағалейкум. Алейкумассалам. Қалыңыз қалай аға? Шүкір Аллаға. Есімім Айбек болады. Арнайы өзіңізді сонау Талдықорғаннан іздеп келдік. Жетісу телеарнасы. Ауылдағы ағайын хабары. Ауылдағы барша ағайынның тұрмыс тіршілігін білейік, немен айналысып жатыр деген ниетпен өзіңізге қарай бағыттап жіберген еді бізді. Қазақтың киіз үйін жасайды деп. Дәл қазір не істеп жатырсыздар? Қазір тапсырыс бойынша үйді артып жатыр еді балалар. Неге? Үй тігуге баратыр. Соны дайындық жасап жатырмыз. Неше күн жаңбыр мына жұмыстарыңызға кішкене кедергі болған шығар? Кедергі болды. 3-4 күнге кедергі. Уықтарды қайтып шығарып, кептіріп, қайтадан лак деп дайындайын деп жатыр. Бұл енді сырлау жұмыстарынан өткен уықтар ғой? Жоқ, енді лакқа кіріп қоямыз, одан кейін сырға кіргіземіз. Ауыл адамдарын жұмыспен қамтамасыз етіп жатырсыз ба? Бұл тапсырыс келген кезде шақырып алып, өзім балаларым бар, одан кейін балалардың достары бар. Жұмыс іздеп жүрген нелер болса, оларға да киіз тігу бар, осы үйдің басқа да ой өрнек жасайтын нелер шақырып алып, тапсырыс бойынша. Ағаштарын қайдан аласыздар? Материал? Материалдық ағаштарды біз Өзбекстаннан алдырып, Өзбекстанның Қарақалпақстаннан. Тапсырыспен? Тапсырыспен. Қазақстанда жоқ па бұл ағаштар? Бұл ағаштар жоқ. Бүгін кореялар айтады, енді Ленин бойында 8 қанат үйлерге дейін ағаш бар деп. Сыртың бойында 12 орда үйлердің ағашы бар деп. Дәл қазіргі жағдайда ағаштар жоқ енді. Ал енді сұраныс қалай? Сұраныс әр қалай. Көп па, аз ба? Көп дейтін көп емес. Шамалы, енді өзіміздің нәпақаға жететіндей бар енді. Жасырын болмаса, 6 қанат, я болмаса 8 қанаттық қазақтың киіз үйі барлық жасауымен қанша тұрады? 6 қанаттар 1,5 миллионнан басталады. Енді оны ішкі жасауына қосымшалар сұрайтындар бар енді. Бәрін қолдан істеген төсек ағаш, асадал, сандық, олар қолдан істелгендері базардық емес. Ол қымбаттап кете береді енді. Ол әр
ағаш жұмысына байланысты ғой. Таудың етегінде, жеміс жидектің ортасында жеміс-жидек. табиғаты керемет екен ауылдарымыз. Өте жақсы. Мен жаңа Ауылдың үлкенде кішісі бір-бірін сыйлайды, жақсы. Өте жақсы. киіз үй іспеттес мына бір нысанды салып қойыпсыз. Бұл не үшін? Бұл ағамның бастамасы бойынша келешек көрме, жеке көрме серінде салынған, түгел біткен жоқ. Алла қаласа бұнда, Алла қаласа бітіріп, бұнда іске қосамыз енді. Жақсы аға, сіздің де көп уақытыңызды алмайын. Алла мына ісіңізге береке берсін. Кешегі бабаларымыздың баспанасы болған қазақтың киіз үйлерін шығарып, біздің қазақтығымызды жоғалтпауға бірден бір үлес қосып жүрген сізге Алла бойыңызға қуат берсін деген тілек айтайын. Қайназар ауылы қолөнер шеберлеріне өте бай ауыл екен. Соның бірі Бейсенгүл апайымыздың шаңырағындамыз. Бұл кісі қыздың жасауынан бастап аталарымыз, апаларымыз киетін камзол шапанға дейін тігеді екен. Бейсенгүл апай, қанша жыл болды осы шаруамен айналысып жатқаныңызға? Мен жас кезімнен айлансам. Пенсияға шыққан екен қазір. Келіндер жақсы, жағдай бар. Сол ермек қып осыны. Қанша келін түсірдіңіз? 2 келін түсірдім. 2 келін түсірдіңіз. Қанша қыз ұзаттыңыз? 2 қыз ұзаттым. Қыздардың жасауының бәрін өзіңіз жасаған. Өзім жасағам, түгел барлығын жасағам. Алтынмен аптап, күміспен күптеп. Қазіргі ең современный мына неше түрлі құрақтар қазіргі шығып жатыр ғой. 3D дейді, не дейді, соның бәрін тігемін. Ауыл адамдарының сіздің іске сұраныстары қалай? Сұраныс деген өте көп. Сұраныс деген енді үлгермеймін. Әлгі бизнесті айтады ғой, ең жаңағы бизнестің жүретін болса, жаңағы риза болған клиент дейді. Ол клиент біреуге айтады, ол екіншісін айтады, сонымен әуел үлгермеймін мен шынын айтқанда. Сондықтан объявление бермеймін Инстаграмға. Ауылдағылар осы танитындар мұғалімнің ұжымдары көбінесе жаңағы беретін, содан кейін жаңағы концертке киімдер тігем кішкентай қыздарға, мысалы 12 штук, 13 штук сондайдан мысалы заказбенен. Сол енді бұл жерде енді кішкене қазіргі неде жаңа үй жағдайында жасау қиында енді өткенде мен акиматқа кіргем, осылай бір кішкене бір помещение болса жасасам, өткені сұраныс келіндер, қыздар үйретіңізші деп келеді. Келеді ыңғайсызданып сөйтеді. Енді мен үйретем, өзімнің қолымнан келген барлығын. Кестеге дейін тігемін, тоқымаға дейін тоқимын, тоқымаңда түр-түрін тоқимын. Үйретіп жатырмын. Заводтан шыққандай екен, жаңағы көріп отырмыз, үстіңіздегі камзолды өзіңіз тігіп алдыңыз ба? Иә, өзім тіккем, осы жеңіл, өте жылы жұқа болғанменен ыңғайлы, тіпті тастағың келмейді. Он киімің болса да, жаңағы соларды тігем. Содан кейін ер адамдардың мына вип шапандар дейді. Үлкен шапандар мынау кәдімгі. Вип шапан дегенде атауы бар екен. Вип шапандар дейді, иә. Содан кейін әйелдердің жаңағы мынандай шолақ жеңдері, мінекей, мұның бәрі вышивка, мынаның бәрі шапталған емес анадай. Базарларда қарасаңыз, мынаның бәрі шапталған клеймен. Мынаның бәрі кәдімгі вышивкамен тігілген. Мынау драп, мынау жаккард деген мата. Мынау жаңа шолақ жең. Шамамен құны қанша болады? Құны мыналар енді 15 мыңдай болады. 10 мыңға болады мысалы. Өзіңіз әйтеуір ақтайды ғой, иә? Ақтайды, әрине ақтайды. Мыналар енді бұл жаңағы кабинеткі дейді. Шолақ жаңағы, мұны құдалыққа неге көп сұрайды. Шолақ ері адамдардың кабинеткі дейді. Әбілхан Қастеевтің мен сурет салуды қошқардың мүйізінен, әжемнің киізінен үйрендім деген сөзі бар еді. Сіз кімнен үйрендіңіз? Енді мен анамнан үйрендім. Еңбек деген баласынан еңкейген қартына дейін өзіміздің қазақы, ою, өрнек, нақыштағы киімдермен өзіңіз айтқандай қуантып жатыр екенсіз. Ауыл адамдарының қуанышына бөленіп, батасын алып, алғысын алып, аман есен жүре беріңіз. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жаққа, қарамайды олар, бар жоққа. Рахат ауылының бүгінгі тұрмыс тіршілігі осындай екен. Ауылдан ұзамаңыздар, келесі кезек сіздің ауылда кездескенше аман сау болыңыздар.